Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде Ботакан телестудиясы. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз кәсіпкер әйелдер қауымдастығының мүшесі, кондитер Гүлжан Есімовна. Ал Гүлжан ханым, қайырлы күн. Сізбен танысып өтсек, өзіңіз жайлы толық айтып өтсеңіз, балалық шағыңыз қандай болды, негізі қандай мамандық иесісіз? Қайырлы күн баршаңызға. Балалық шағым балдай болып өтті десем артық емес, себебі мен ата әжемнің тұңғыш немересімін, әке шешемнің көптен күткен тұңғыш қызымын. Сол себепті тұңғыш немересі болғандықтан ата мен әжемнің бауырында тәрбиеленіп өстім. Сол кісілердің даналығын көрдім, сол кісілердің ақылымен осы жағдайға жеттім десем өтірік емес. Негізі қандай мамандық иесі болуды қаладыңыз? Негізі мен қалаған мамандық иесі ол медицина саласы болған, бірақ әкемнің қалауымен мен экономист болдым. Ол банк саласында 6 жылдай жұмыс жасадым. Кейін жолдасымның жұмыс бабымен басқа қалаларға көшуге байланысты банк саласынан біршама ажырап кеттім. Сіз кондитер ғана емес, адал жар, аяулы анасыз. Жалпы әлеуметтік желіні де бірге қатар алып жүресіз. Сізге бұл қиын емес пе? Осының бәріне қалай үлгересіз? Егерде барлығына жеке тоқталсақ, әрине әйел адамның мойнында негізі көптеген жүктер жатыр. Ананың да рөлін бірге алып жүру керек, жұмысты да бірге жасау керек. Әйелдің де нәзік болып, сол қалпында өзіңді ұстап жүру керексің деген сияқты. Сол себепті бұл менде әр рөліме арасында бір кезегімен демалыс беріп отырамын. Мысалы, жұмыстан да кішкене өзіме демалыс аламын, үйдегі тірліктен де демалыс алып, сөйтіп өзімді көштен қалдырмай бірге алып жүруге тырысамын. Өте керемет. Жалпы сізге осы цехты ашу қайдан келді бұл ой? Сіз неге имбир деп атадыңыз? Жалпы бұл цех ашу идеясы бірден келген жоқ. Декретте отырған кезінде, декреттік демалысында мен жалпы бос отырмаймын. Мен маникюрде жасадым, мен мыловарение. Сол кезде ол қай жылдары 2016 жылы үйден сабын істеп саттым. Оның барлығы мысалы жоқшылықтан емес, өзімді әрдайым ізденіс үстінде ұстадым. Кейін тіпті моншақтардан Сваровский бисері дейміз, солардан брошка жасап, сырға жасап, Қостанай қаласында онда сатып жүрдім. Ол да үйде қандай іс бастасам да барлығы табысты болды менде. Кейін Арқалыққа көшіп келген кезінде имбир пряник іздей бастадым. Қостанайда болды, мұн жақтан таппадым. Содан ой келді, неге соны істеп көрмеске деген сияқты. Кейін өзімді выпечка жағынан көре бастадым. Сөйтіп табысымның, табыс демей қойшы еді, клиенттерімнің қалай көбейгенін мен білмей қалдым да, уже қарап отырсам үлгірмей келе жатыр екен, уже сұраныстар көбейіп келе жатыр. Содан бірте-бірте жолдасымен ақылдаса келе, сол кісінің қолдауымен осылай Арқалық қаласынан шағын кондитерскийімізді ашуды жөн көрдік. Бастапқы кезде жолдасым қарсы болды, кейін мен жеңіп кеттім. Тамаша, жан-жақты адам екенсіз. Жалпы сіздің отбасыңыздың, ата-енеңіздің ойы қандай болды? Олар қарсылық танытқан жоқ па? Жоқ, ол кісілер біз бөлек тұрамыз, біріншіден, екіншіден ата-енем біздің әрдайым қолдап отырады. Ол кісілердің тарапынан ешқандай да қарсылық болған жоқ. Тек жолдасым жағынан ғана шамалы үй тірлігімен жұмысты қатар алып жүре алады ма деген сияқты бір ойлар мазалау болу керек. Бірақ кейін әрине сол кісінің қолдауымен ашылды осы жер. Әрине, әйел адамның жұмысы оңай емес. Жалпы біздің имбирдің тәттілерінсіз бізде қалада құдалық та, той да өтпейді. Жалпы осы сондай сәтте сіз қандай сезімде боласыз, мақтана аласыз ба? Әрине, мақтана аламын. Мен мақтағанды жақсы көрем. Өзім де біреуге мақтау айта аламын, және біреуден қабылдай да аламын. Тойларда, құдалықтарда Арқалық қаласы кішкентай, бүгін заказ беріп кешке алып кетіп жатса, кешке ол тойда өзімде қонақ болып отырамын. Сол кезде жаңағы қасымда жан-жағымда отырған кісілердің алып,
жай бүйтіп аузына салған бетте деп бір эмоциясы, соның өзі маған бір ана жерде мақтаныш та, бір кеудемді бір мен өзімді дұрыс жолда келе жатқанымды, таңдауымның дұрыс екенін көрсетіп, осы істі бастағаныма мен ешқандай да өкінбеймін. Жаңа сұрағыңызға жауап бермей кеттім. Имбир себебі, аталу себебі жаңағы пряниктан дедім ғой. Ол кезде үйде отырғанда жай бүйтіп Инстаграм парақшасынан басталған, керемет бір андай осындай ашамын деп ашылған парақша болмады. Сол себепті жай имбирный пряники деп болған, печенье еді, имбир арқалық деп бастадым, иә. Содан кейін уже адамдар имбир деп қабылдады да, атауын өзгерткен жоқпын. Тіпті кейбір қыздар айтады, имбир тәте звондаған кезінде, имбир апай, имбир тәте деп. Менің тіпті кейін шын атым Гүлжан екен, кейін біліп жатты. Жалпы сіз қасиетті Меккеге барып келдіңіз ғой, ә? Барып келдім. Сол сапарыңыз қалай өтті? Алда Рамазан айы келе жатыр, барша мұсылманға айтар тілегіңіз болса? Мекке сапарына тура бір жыл бұрын, өткен жылдың 25 жылдың қаңтар айында барып келдік. Жолдасым екеуміз енемді, жолдасым анасын Меккеге апарып келдік. Ол да бір 5 парыздың бірі ғой. Сол кезде енді ол бірінші баруым аяқ асты шешіліп кетіп қалдық. Негізі алдын ала жоспарланбаған. Керемет әсер алдым. Ол жерге барғанда мен негізі ойлайтынмын, Меккеге бару үшін 5 уақыт намаз білу керексің. Ол білмесең қалай барасың деген сияқты. Мен мысалы 5 уақыт намаз оқымасам да барып, сол жаққа барып 5 уақыт намазымызды оқыдық, үйрендім, көрдім, құлшылық жасап, уже ішкі жан дүниең уже басқаша әлемді көре бастайды да. Одан кейін 7 күн Меккеде болдық, 3 күн Мединада болдық. Медина қаласы жанға жылылық береді, жүрекке тыныштық береді, бір сондай күшті қала. Уақыт тоқтап қалған сияқты ол жақта. Тағы да барғымыз келеді, Құдай қаласа. Өте керемет. Жалпы сіз жаңа айтып жатсыз ғой, имбир атауы деп. Алдағы уақытта сол имбир деген атты өзгерту ойыңызда жоқ па? Немесе оны басқаша бір қырынан таныту деген секілді? Атауын өзгерткім келді. Инстаграмға өзімнің тұтынушыларыма сұрақ қойып көріп едім, имбир атауын қалдырайын ба, өзгертейін ба деп. Негізі өзімнің атыма өзгерткім келген. Көбісі үйреніп қалғандықтан біз солай үйрендік, қай жердің тәттісі, имбирдің тәттісі деген сияқты. Сонымен солай қалдырдым, өзгертпедім. Өте керемет. Алдағы уақытта құрған жоспарларыңыз бар ма? Құрған жоспарлар көп. Армансыз адам қанасы құспен тең дейді. Арманым өте көп, жоспарым да көп. Құдай қаласа біртіндеп уже шетін бастап жоспарларым орындалып жатыр десем де болады, бірақ оны жария қылғым келмейді. Ол құпия болып, мына менің тәттілерімнің рецепті сияқты құпия болып қала берсін. Жалпы бизнесті енді бастап келе жатқан әріптестеріңізге, немесе кәсіпкерлерге бір айтар кеңесіңіз болса? Әркім енді, әр кәсіпкер өзінше, әр сала әртүрлі. Мысалы, мен тәтті жағынан болсам, біреулер магазин жағынан, кафе жағынан деген сияқты. Барлық бизнеста ол ортақ нәрсе қаржылық сауаттылық. Қаржы жағынан сауатты басқаралса, еңбекпен барлық жоспарларына, барлық жетістіктерге қолын жеткізе береді деп ойлаймын. Біз қалада жалпы сізден бәрін үйреніп, сіздің техникамен осындай тәттілер жасап жүрген шәкірттеріңіз бар деп естідік. Жалпы ұстаздан шәкірт озар деген, өзіңіздің оқушыларыңыз сізден асып кетеді деп қорықпайсыз ба? Жоқ, бәсекелестіктен мен мүлдем қорықпаймын. Мен карантин кезінде ашылдым ғой. Сол кезде барлығы қалай болады екен, карантин, той жүрмеді, ал сенікі нағыз тойдың несі ғой. Ол кезде де қорыққан жоқпын. Жалпы менде қорқыныш сезім жоқ, барлығын бір Аллаға тапсырамын. Шәкірттерім менен үйреніп, пісіріп жатса, білемін ғой, көріп жатырмын, қала кішкентай. Ешқандай да реніш жоқ. Әрине, оған мен де қуанамын. Егер де үйреніп алып бастап жатса, неге болмасқа, неге бастамасқа, неге істемеске? Арқалық қаласында қаншама тұрғындар бар, барлығымызға жетеді. Әркімнің өзінің несібесі маңдайына жазылған.
сол бүгінгі мысалы мен маңдайыма бүгін қанша табыс жазылды, мен соны аламын. Қанша мен түнімен жүріп жұмыс жасасам да, мүлдем шықпасам да, сол бүгінгі жазылған табысты аламын. Сол сияқты олардың да өзінің берекелері бар, несібесі бар. Ешкім қорықпасын, бәрі бастасын, жасасын. Гүлжан ханым, өзіңіздің отбасыңыз жайлы толық айтып өтсеңіз, балаларыңыз? Отбасым жайлы толық айтатын болсам, мен көп балалы анамын, 4 балам бар, 2 ұлым, 2 кішкентай қызым бар. Үлкен ұлым 21 жаста, биыл Құдай қаласа диплом алады, оқып жатқан мамандығы повар, производство пищевых продуктов. Екінші ұлым 11 сынып оқушысы, өзінің таңдаған қалаған мамандығынан түседі деп ойлаймын. 2 қызым осы Арқалық қаласында Бастауыш гимназиясында оқушы. Жолдасым военный. Жаңа ұлдарыңыз, үлкен ұлыңыз повар оқып жатыр екен. Сіздің жолыңызды қуып, немесе өзі таңдаған мамандық па? Ұлымның өзінің таңдаған мамандығы, ол мектеп кезінен айтаттығы, мен повар болам деп. Сол өзінің таңдаған мамандығында сөзінде тұрып, біз ешқандай балаға бағдар беріп, қарсылық көрсеткен емес. Біз өзінің таңдауымен, өзінің жүрек қалауымен түскен мамандығы. Керемет. Келе жатқан Рамазан айымен құттықтаймын. Рамазан айынан келесі Рамазан айына бірге жете берейік. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, тойымыз көп болсын. Біз сіздерді тек өзіміздің тәттілерімізбен қуанта берейік, сіздердің әдемі, қуанышты сәттеріңізге куә бола берейік. Гүлжан ханым, сізге көп рахмет. Барлық арман тілектеріңіз орындала берсін. Осы еңбек кәсібіңіз тек біздің қаламызда емес, республика көлеміне жетіп танымал болсын. Және де көп алғысымызды айтқымыз келеді. Біздің қаламызда тәртіп торттарыңызбен қуантып жүре беріңіз. Рахмет. Ал енді Гүлжан ханым, сіздің кәсібіңіздің қыр-сырын қарап аз-кем көріп өтсек, қалай қарайсыз? Рұқсат болады? Ендеше кеттік. Жүріңіздер. Енді мына жерде бізде холодильникте сливки, сырттан келетін творожный сыр, солар сақталады, сүттеріміз деген сияқты, посудаларымыз торттың. Мына жерде біздің үлкен пешімізде торттар пісіп жатады, меренга пісіреміз, Анна Павлова пирожный пісіреміз. Қазіргі таңда бізде пирожный пісіп жатыр. Гүлжан ханым, күніне қанша торттар жібересіз? Осыны сізге оңай, тез бе істеу? Күніне торт, енді біз сливки, творожный сыр барлығын сырттан әкелеміз ғой. Сол себепті алған тапсырысқа қарай жететін, жетпейтін солай алып отырамыз. Ал егерде барлық клиентке мүлдем отказ бермей ала беретін болсақ, онда әрине санның шегіне жетпейміз. Қаншама клиенттер ала алмаймыз. Әдейі емес, енді ол жаңағы мынау сливкидің таусылатынына қарай, ана жақтан астынадан бері жетуіне қарай деген сияқты ғой. Сол себепті олардың барлығын біз регулировать етіп отырамыз, бір ұстап отырамыз. Көрдіңіздер, имбирде тек табиғи ингредиенттер мен сапалы өнімдер ғана жасалады. Сұхбаттасып отырғанда біздің Анна Павлова пирожныйымыз дайын болды. Мінекей. Сықтай алып шығып жатырмыз. Біз бұны қазір клиенттерге жібереміз. Әрине тапсырыспен. Пирожный джеммен жинап жатырмыз. Бұның жан-жағында таза өнім, сливкиіміз 33%, ешқандай қазіргі арзан сливкиларда шығып кетті, оларды пайдаланбаймыз. Және ортасына қазір джемді құйып, бетіне өзінің мынандай корж ұнтағын себеміз. Гүлжан ханымның шәкірті Дария ханымға сөз берсек. Саламатсыздар ма? Мен осы жерге келгеніме 3 күн болды. Осы 3 күннің өзінде біраз нәрсе үйреніп жатырмын Гүлжан ханымнан. Өте ұнап жатыр. Барлық тәттілерді үйреніп, атмосферасы да ол кісімен жұмыс істегенді ұнап жатыр. Жалпы сол.
қиын болып жатқан жоқ па сізге? Жоқ, өзімнің бұрын айналысқан кішкене тәжірибем бар болғаннан кейін қатты қиын емес. Бірақ сонымен да жаңадан көп нәрселер үйреніп отырмын. Өте керемет, ұстаздан шәкірт азар деген. Сізге тек табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті Арқалық қаласының тұрғындары, сіздерге қызмет етуге әрқашан имбир арқалық тәттілері дайын. Қуанышты сәттеріңіз, тойларыңыз көп болсын.